Кайырлы күн достар, сіздермен Мөлдір. Балаларға үй жағдайында оңай әрі тез жасалатын печенье жасайтын боламыз. 2 жұмыртқа, 100 грамм қант, 200 грамм айран, 10 грамм разрыхитель, 100 грамм сұйық май, 500 грамм ұнын салып, теста жасаймыз. Дайын тестамызды аздап ұнның оқтаудың көмегімен жайып аламыз. Бетіне қант себеміз, 4 бұрышты етіп кесіп аламыз. Кесілген печеньемізді 200 градуста пешке пісіреміз. Дайын болды печенье, өте дәмді, керемет шығады. Балалар сүйіп жейді, жасап көріңіздер, ас болсын.